ең жұмсақ болып шығатын нәзік балды тортты жасаймыз. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Дәміне енді сөз жоқ. Осылай өте дәмді, жұмсақ шығады. 3 ас қасық балымызды ыдысымызға салып аламыз. Отта қыздырамыз. Және де шай қасықпен ас содасын салып, осылай қызарғанша араластырамыз. Ал енді сары майымызды салып, толықтай араласқанша, ерігенше отта осылай ертіп аламыз. Ал енді шетке алып тұрамыз. 3 дана жұмыртқамызға қантымызды салып, массамыз ағарғанша миксерлейміз. Осындай пайдалы рецепттер үшін маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал енді 2 массамызды біріктіріп, араластырып аламыз. Ұнымызды 2 бөлікке бөліп қосамыз. Шай қасықпен қамыр қопсытқышын саламыз. Венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Енді қалған ұнымызды да салып, біркелкі масса шыққанша араластырамыз. Теңдей 2 бөлікке бөліп, пісіріп аламыз. 180 градуста пісіріп аламыз. Ал енді қайнатпалы креміміз үшін 3 ас қасық кукурузды крахмалдың 4 қасықпен қант саламыз. Және де 1 дана жұмыртқаның сарысын, жарты литр сүтімізді араластырып, осылай отта тоқтаусыз араластырып, қоюлағанша отта ұстаймыз. Сливкимізді салып алып, 2 ас қасық қантымызды саламыз. Кішкене қоюланғанша миксерлеп, қайнатпалы кремімізді аз-аздан салып отырып, миксерлеп аламыз. Мінекей бізде креміміз дайын. Коржымыздың шет-шеттерін блендерге салып аламыз. Осылай жұмсақ, нәзік коржымыз шығады. Ал енді тортымызды жинаймыз. Аз-аздан салып отырып, кремімізді осылай барлығына жеткіземіз. Ұнтақтап алған крошкаларымызды үстінен сеуіп шығамыз. Баршаңызға ас болсын, жасап көріңіздер. Кімге жіберуді білесіз.